Таңертең ұйқыдан тұрған соң аш қарынға бір ас қасып зәйтүн майына бірнеше тамшы лимон тамызып ішіп көрдіңіз бе? Осындай қарапайым ғана дағды бауырға, шекке, жүрекке және жалпы бүкіл ағзаға өте пайдалы. Бұл әдіс бүгін ғана шыққан жоқ, оны ертеде де адамдар денсаулықты сақтау үшін пайдаланған. Зәйтүн майы асқазанның ішкі қабатын жұмсартып, шектегі қозғалысты реттейді, ал лимон ағзаны сергітіп, артық майлардың ыдырауына көмектеседі. Екеуі бірге қабылданғанда өттің жүруі жеңілдеп, бауырдағы жиналған ауырлық біртіндеп азая бастайды. Көп адам өзі байқамай жүре береді. Таңертең ауыздан жағымсыз иіс шығады, дене ісінеді, үнемі шаршағандай болады, басы жиі ауырады. Осындай белгілердің барлығы бауыр мен өттің шамадан тыс жүктелгенін көрсетуі мүмкін. Қазіргі өмірдің өзі бауырға оңай тиіп жатқан жоқ. Фастфуд пен тез дайын ас, тәтті мен майлы тағам, газды сусындар, қимылдың аздығы, күйзеліс, мұның